Бұл видеода мен if инструкциясын if командасының питонда қалай орындалатыны туралы айтатын боламын. Сонымен алдымен біз бір айнымалы жасап алайық, яғни a тең 9. Енді сол айнымалыға байланысты шарттарды орындайтын боламыз. If шарт операторы бізде былай жазылады. If одан кейін барып кез келген бір шарт a артық 0-ден болса, онда біз мысалға экран бетіне оң сан деп шығарайық. Әрине бұл жерде print қана емес, бұл жерде кез келген жаңағы командалар, инструкциялар болуы мүмкін. Яғни бізде a тең 6, мысалы кез келген функцияны шақыра аламыз, кез келген операцияны орындай аламыз. Жалпы кез келген инструкция осының ішінде орындалуы мүмкін. Аның өзін шығара аламыз. Сол сияқты бірнеше операцияларды орындай аламыз. Бізде a оң сан деген жазу шықты. Егер бізде мысалға бұл a оң сан болмай қалса, яғни мына шарт орындалмай қалса, онда бізде мына операциялар орындалмайды. Көз жеткізу үшін, жалпы біздің программамыз дұрыс істеп тұрған, бірақ операциялар орындалмай тұрғанын білу үшін біз мына жаққа басқа бір print жасап қояйық, тест деп. Яғни бұл жалпы біздің программамыздың орындалып тұрғанына көз жеткізу үшін керек. Тест деген шықты, бірақ біздің мына 3 операциямыз орындалмай қалды. Яғни егер біз керісінше қайтадан қайтарсақ, бізде мына операциялар орындалатын болады. Енді бұл if-қа тағы да қосымша else деген командасын қосуға болады. Яғни else операторын қосуға болады. Бұл else деген оператор if-сіз жүре алмайды. If else-сіз орындалады, else-сіз жалпы жазыла алады. Ешқандай қате болмайды, бірақ else деп егер if жоқ жерге жазып қойсақ, онда бізде қате пайда болады. Else бізде мысалға print мысалға a теріс деп шығарып қойсақ болады. Яғни мына жақта a оң болды, бізде мына жақта a-мыз оң болғандықтан мына жақта біз егер аны теріс сан қылсақ, яғни мына операция мына біреу шартымыз теріс болса, дұрыс болмай қалса, яғни false болса, онда жалпы мына жерде шарт ретінде кез келген өрнекті boolean мәнін қайтаратын, boolean типіндегі мәнді қайтаратын кез келген өрнекті қабылдай алады. Мына жерде де кез келген мына операциялар орындала алады. Ең бастысы біз мына жақта индент, яғни таптардың санын дұрыс анықтасақ болды. Дұрыс деңгейде тұрса болды. Жалпы бізде мысалға мына жерде үшінші жағдай қарастырылмай қалды. Яғни a теріс деп қойдық, бірақ бізде үш жағдай бар, яғни a 0-ге тең болатын жағдай болуы мүмкін. Ондай жағдайда біз elif деген команданы орындаймыз. Elif бұл да if-сіз орындала алмайды, бірақ elif-сіз орындалады. Elif мысалға a тең 0 дейік. 0 деп жазып қояйық. Яғни осылай орындалатын болады. Так, бұл жерде a теріс болды. Мына жақта біз 0-ге айналдырсақ a 0 деп шықты. Енді мына жағдайда біз мынаны ескеруіміз керек. Мына операция, мына жерде elif бірнеше elif болуы мүмкін, бірақ жалпы if операциясы мынау орындалып кетсе, яғни мынау true болып шықса, онда мынау орындалады да, мынау тіпті тексерілмейді де. Бұған көз жеткізу үшін белгілі бір функция жасап шығайық. Яғни бізде бұл функция ол жаңағы print, яғни тест деген сөзді экранға шығарсын да, неге жауабына, яғни қайтарсын true деген мәнді.
true деген мәнді қайтарып, алдымен ешқандай несіз алсын, яғни print тест деген сөз шығарсын, яғни орындалғанын көрсетіп. Тест демей ақ қояйық, функция орындалды дейікші. Функция орындалды. Әрі жауабына true деп қайтарсын. Енді қараңыздар. Мына жерде егер біз мынаған апарып, мыналарды өшіріп тастайық. Біз мына жақта комбинация жасай аламыз, яғни артық 0-ден болып тұр ма? Әрі деп and десек, мына жақта and деген сөзбен жазу керек. And print test and return true. Мына жаққа барып қойсақ, енді қарайық. Мынандай жағдайда, тең 0 болған жағдайда, мынау орындалды да, мынау орындалмай қалды, жарайды. Бүйтіп қояйық, мынаны алып тастайық. Сол кезде мынау орындалған жағдайда, мынау and артық 0-ден дейік. Функция орындалды деп 2 рет шықты, яғни мына жерден 1 орындалды, мына жерден 1 орындалды. Бірінші жағдайда орындалмаған себебі мынау 0-ден артық емес болып қалды, яғни мынау онсыз да false болғандықтан, мына жағдай орындалмай қалды, мына жағдай ғана орындалды. Екінші жағдайда екеуі де орындалды. Бірақ өйткені мынау false болып қалды. Егер біз мына шартты алып тастасақ, яғни мына шарт орындалатын болса, бірінші шарт орындалатын болса, онда бізде бір-ақ рет орындалады, яғни мынау тіпті тексерілмейді де. Бізде elif мысалға тағы да бірнеше elif болуы мүмкін. Print and return true. Бірнеше elif болуы мүмкін. Print екінші elif деп қояйық. Бірақ бізде егер бір жерден орындалса, яғни біріншісінен орындалып кетсе, онда екіншісі, үшіншісі тіпті тексерілмейді де. Енді егер біз аналардың алдына not қойып шықсақ, біріншісіне not қойсақ, онда бізде 2 рет функция орындалды деп шығады. Егер екіншісіне апарып not қойсақ, онда яғни мынау true болған жағдайда ол мыналар мүлдем тексерілмейді, яғни бірден мына жаққа аттап кетті. Ал мынау false болған жағдайда ол сол кезде ғана тексеретін болады. 3 рет тексерді.